Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Негізі құрақтардың көп түрі бар. Солардың бірі бұрыш құрағы. Бұрыш құрағының 3 түрлі жасалу жолдары бар. Соның ең алғашқы оңай түрін мен сіздермен қазір бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік. Ені 2,5 см болатын матовый белюр, ұзындығы 4 см, ені 3,2 см болатын королевский белюр, қалам, қайшы, сызғыш, 17-17 болатын шыт мата және тігін машинасы керек болады. Дәл шыт матадан көріп тұрғаныңыздай сызып алғаныңыз жөн, өйткені бізге бұрыш құрағын жасау үшін көлденең сызылған, ұзыннан сызылған, диагональ сызылған сызықтардың барлығы қажет болады. Мұқият қараңыздар, көлденең жатқан сызыққа ұзындығы 4 см болады. Сары королевский белюріміздің түгін оң қаратып тігіп аламыз. Қоңыр матовый белюрімізді алып, екі бұрышты қосып атқан сызықпен параллель тігіп шығамыз. Түгін оң қаратып тігуді ұмытпаңыз. Енді екінші матовый белюрімізді екі бұрышты бір-бірімен қосып жатқан екінші сызықпен параллель отырғызып тігіп шығамыз. Видеодан қарап тігіңіздер. Енді сары королевский белюрімізді тігеміз. Ортасындағы биіктікке қарай сызылған сызықпен параллель жатқанын қадағалаңыз. Екінші қатар қоңыр матовый белюрімізді жүргіземіз. Бірінші тіккеніміздей дәл екі бұрышты қосқан сызықпен параллель жүргіземіз. Дәл осылай соңына дейін тігіп шығамыз. Бір-екі методиканы үйреніп алсаңыздар, бұрыш құрағын құрау өте оңай және өте әдемі көрінеді. Бұрыш құрақтарының қасына басқа да құрақ түрлерін қосып, шай көрпіше тіксеңіздер болады. Мен сіздерге жоғарыда сілтемесін тастап кететін боламын. Көріп, танысып шығыңыздар. Жиегін бекітіп тігіп аламыз. Артық матамызды кесіп алып тастаймыз. Менде әдемі осындай бұрыш құрағы шықты. Бұл бұрыш құрағының ең алғашқы бірінші түрі деп айтайын. Бірінші түрі өте оңай жасалынады. Бастысы 1-2 методиканы үйреніп алсаңыздар, сол методиканың арқасында оңай тігуге болады. Достар, егер де менің жасап жатқан жұмысым сіздерге ұнап жатса, каналыма өтіп, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеле кетіңіздер. Мен сіздерді асыға күтемін. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.